16 мамыр 2024 жыл. Автотұраққа айттым, ақшаңызды төлемеймін, себебі фискальный чек беріңіз дедім. Фискальный чек бермеймін деді, осы жерде тұра бер деді. Қазір көреміз, бұл кісі не себепті шығармайды, не себепті шығарады. Мен айттым, сот арқылы өндірес дедім, мен номерімді жазып алыңыз дедім. Сөйтсем, Құдай тамақ, Құдай садақа деп айтып жатыр. Заңды істесін, мысалы, барлық жерде 100 теңге, 150 теңге да автотұрақ. Неге бұл кісі 300 теңге қойған мысалы? Бұны кім қадағалайды? Бұны органдар бар ма қадағалайтын? Әлде өзі қалаған бағасын қойып алып, жұмыс жасай бере ма? Қалай бұл? Өзін таныстырмайды, мен бұл кісіні танымайын, бұл кісінің аты жөнінде айтқан жоқ. Енді бұл кісі өзін таныстырмаса, мен бұл кісіні танымасам, мен қалай бұл кісіге ақша төлеймін? Кім екенін білмеймін мен бұл кісінің. Есікті ашасыздар ма? Жоқ, мен боламын мүмкін шақпын. Білмеймін, ашамын. Енді бұл заң алдында бәріміз бірдейміз да, ол автотұрақтың иесі бола ма, немесе автотұрақтың қызметшісі бола ма, бұл халықпен жұмыс жасағаннан кейін халыққа барынша сыпайы болу керек, халықпен дұрыс сөйлесу керек, өзін таныстыру керек, солай жұмыс жасау керек бұл халықпен. Біз танымаймыз кез келген адамнан автотұрақтың алдына келіп ақша төле десе біз төлей береміз ба? Бұл кісінің ешқандай белгілері де жоқ оны. Осы жердің қызметінде екенін білдіретін. Бізде осылай, мына, егер видеоға түсірсең, терпеулі боласың, тағы бірдеңе юбка киіп ал дейді, тағы бірдеңе дейді. Ал бірақ өздері дұрыс жұмыс жасамайды. Бұл нәрсеге халықтың түсінігіне бір не беру керек. Кез келген орында, кез келген жерде әр адамның құқығы қорғалу керек. Мысалы, ол да біреудің әкесі, ол да біреудің баласы, мысалы да. Оның құқығы қорғалмайтын болса, кім болса өзінің түсінігімен жүретін болса, мысалы, көшенің түсінігі дей ма, тағы бірдеңе дей ма. Осылай айта бере ма, кімге болса да надо будет өлтірем деп айта бере ма? Бұны менің қаншама уақытымды алды. Қаншама уақытымды алды. Бірақ менің уақытымды алуға, менің ар-намысыма тиюге бүкіл жағдай жетеді. Бірақ жаңағыдай өзінің тиісті формасын киіп, өзінің тиісті бейджігін тағып, осылай жұмыс жасауға шамасы келмейді. Қалай бұл? Құрметті инспектор, менің уақытымды алып жатсыздар. Есікті ашуын талап етем мен қазір. Менің де уақытымды аласың ғой. Жұмысыма кедергі батырсың. Иә, есікті ашыңыз. Неге сіз ұстап отырсыз мені? Есікті ашып беріңіз. Мен қаншама уақыт түсіріп жатырмын сізді бағанадан бері, уайымдамаңыз. Егер мәселе автотұрақтың ақшасында болса, сот арқылы өндіріп алуға болады оны. Керек жоқ, саған садақа. Болды, сөйтіп айта беріңіз. Есікті ашып беріңіз, көкесі.
Менің ашып жатыр, мен жазып жатырмын ғой. Жоқ, ашсаңызшы, мен шығарып жіберіп жаза беріңіз. Менің де уақытым кетіп жатыр ғой. Не ұстап тұр, жіберсеңші бұл. Неге сіз ұстап тұрсыз ғой қазір? Неге сіз ұстап тұрсыз ғой? Правосердие деген не дейді? Бұл сонда бұл кісілер халықтан ақша жинай береді, бірақ сол тиісті мына жерде тәртіптерін орнатып қоймай ма сонда? Міне жаңа естуімше 4 жыл болды дейді жұмыс істеп жатқаныма дейді. Сол 4 жылдың ішінде осы жердің бір жағдайын жасап қоюға мүмкіндік болмады ма сонда? Өзінің бір бейжіктерін жасап, әдемілеп мысалы. Бұл Мегаполис деген Шымкенттің мегаполисі ғой, бұл Шымкент қаласы мегаполис ғой. Бұл кім болса сол, қалай болса солай бұл бір ауылдың бір таныстары сияқты сөйлеседі адамдар. Бұл Шымкент қаласы, бұл мегаполис, бұл жерде жаңағыдай көке, жаке, анау мынау деген әңгіме жүрмейді бұл жерде. Сен танысың ба, танысың емес па мысалы. Құрметті инспектор, 6 минут, 7 минут болып тұрғаны ма? Деді ма? Егер сіздер қазір есікті ашырмасаңыздар, бұл сын болады қызметтік нелеріңізге. Қалған кейін тағы жазып беремін. 7 минут уақыт болды. Жазанатын абалайын. Қажетті ненің бәрін сояқта өндіре бересіз. Бұл кісінің ойының бәрі ақшалы болу. Ау! Жаңа түсірген видеоңызды алдың ғой. Іс-әрекеті бойынша. Іс-әрекеті бойынша, иә. Жаза бересіз қазір. Жаза беріңіз, видеода тұр ғой бәрі. Ақшасын төлемейсің ба? Видеода тұр, төлемеймін ақшасын. Нағып. Сот арқылы өндіріп аласыз. Сабыр. Мен сонда үшіншіңізге сотқа баруым керек па? Білмеймін мен оны. Сот арқылы өндіріп аласыз. Заң аясында. Қайтып кірме. Ой, өйтіп айтуға құқығыңыз жоқ сіздің. Құқығым бар, бұл жеке меншік жер. Сіз халықтың ақшасын істеп отырсыз. Халықтың ақшасын істеп отырсыз. Мен халықпын. Мен халықпын, иә. Халық. Сен халықсың. Сен артқа тардың. Тұр. Артқа тұрсың машина. Сыртқа ашылады ол, сыртқа ашылады. Жақсы, сау болыңыздар, инспектор. Жақсы. Садақа саған 300 теңге.